Баршаңызға ассалаумағалейкум достар. Бүгін сіздермен бірге пончик рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз, оған су құямыз, сосын тұз саламыз, қант саламыз және ашытқы салып, бұның бәрін жақсылап араластырып шығамыз. Араластырып болғаннан кейін болмаса жұмыртқа саламыз және ерітілген май құйып, қайттан бәрін жақсылап араластырамыз. Енді болмаса ұнды біртіндей қоса отырып, қамыр илеп шығамыз. Илеп болған қамырымызды 1 сағат жылы жерде ұстаймыз. Қамырымыз көтерілді. Енді қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Bir бөлігін қолданамыз, ал екінші бөлігін ыдысқа қоя тұрамыз. Енді қамырымыздың бір бөлігін аламыз, оны қалыңдығы 1 сантиметр қылдырып жаямыз. Енді біздің пончиктарымызды видеода көрсетілгенде жасаймыз. Ортаңғы ойығын мен кондитерлік насадка қолдандым, сіздер басқа да зат қолдансаңыздар болады. Мінекей бізде осындай пончиктар шығуы керек. Біздің пончиктарымызды ысытылған майда екі жағынан алтындау түске дейін қуырамыз. Пончиктарды өз қалауларыңызша әсемдейсіздер достар. Мінекей достар, біздің пончиктарымыз дайын, олар өте дәмді, қамыры өте жұмсақ болып шықты. Сіздерге 100% дайындауға кеңес берем. Сіздердің отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Ал егер осы видеоны лайк қойып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ассалаумағалейкум.